отбасында дүниеге келдім. Қазақы тәрбиенің қаймағы бұзылмаған, адамгершілік пен адалдықты басты міндетіміз деп санаған отбасында өстім. Аллаға шүкір, әке шешем адал табыспен күн көріп, бәрімізді бағып қағып жетілдірді. Өнегелі тәлім тәрбие берді. Анам 7 құрсақ көтеріп дүниеге алып келді. Мен 5-ші баламын. Бауырмал бауырларымен ата-ананың сөзінен аспай, ұятқа қалдырмай жақсы болып өсіп, ұлымыз ұяға, қызымыз қияға қондық, шүкір. Мектепті жақсы ел қатарлы білім алып, мектеп бітірдім. Жоғарғы оқу орнына қалаға түстім. Бірақ шыны керек, қаладағы жора жолдас, құрбыларымды болашағыма ешқандай да байланыстырмадым. Оларды менсінбегеннен емес, жүрегімде басқа сезімнің ұялауынан болды. Яғни өзімен бірге бір мектепте оқыған сыныптасым Арманды жақсы көретін едім. Оның да мені сырттай ұнататынын сезетінмін. Болашақ жарым ретінде көріп, курстастарыма дейін айтатын едім. Менің атастырылған жігітім бар деп. Сол Арман есімді жігітті арман етіп, сөйтсем, ол балада солай ойлап жүріпті. Менде көңілі де болған екен. Бірақ неге екені, бәлкім сол кездегі қазақи тәрбие ұяңдығымыздан болар, бір-бірімізге ашылып айтпаппыз. Совет үкіметінің кезінде көп нәрсеге тосқауыл болатын, әсіресе қыз балаға. Ол да бір дұрыс дүние екен деймін, қазір қарап отырсам. Студенттік шақта мені де сол қаланың баласы ұнатты. Мен десе өзгеше көңілде болды. Оңтүстіктің баласы еді. Қандай жағдай болсын, сені аламын деп айтып жүретін маған. Сонымен ауылға бір қыдырып барғанымда, сыныптастармен бас қосу болатын болды. Мен ұнататын жігіт Арман да ауылда. Екеуміз де бір сыныпта болдық қой. Кезекті бір отырыс жиынымыздан қайтып келе жатып, Арман мені үйіме шығарып салатын болды. Сол сәтте екеуміздің арамыздағы сезімге көк аспандағы жұлдыздар мен ай куә, қара түн куә еді. Арман маған өз сезімін білдіріп, мен үнсіз тыңдап, сол сәттен бастап бізде қыз жігіт болып жүре бастадық. Ғаламның тек ғажабы көрінді бізге. Екеуміз қол ұстасып бірге жүрдік үнемі. Мен ол кезде 2-ші курста оқимын. Ауылға демалыс сайын келемін. Қыс мезгілі болатын. Махаббаттың ыстығы деген осы болар. Ұстасқан қолдарымыз ажырамай, қақаған қыстың суығында да таң атқанша бірге жүреміз. Сонда тоңбаймыз мүлде. Тәтті сезіммен жүріп бізден асқан бақытты жан болмады. Сөйтіп қала мен ауыл ортасында жүрдім. Келесі бір демалыста ауылға келемін. Келгенімде Арманмен кешкі кездесуде маған айтқан құрбыларымның сөзін ойымда ештеме жоқ айта салыппын. Группаластарымның айтқаны ғой. Перизат, сен әлі жүрсің бе? Біз ойлап едік, сен алып қашқан болар. Деп айтқанын Арманға менде әңгіме арасында айтамын күліп. Ол артық ештеңе демей, деген күйі қалды. Бірақ сол сөз әсер етеді деп ойламаппын мүлдем. Сонымен менде бір семестр оқуымды аяқтап, 2-ші семестрге дейінгі ортада практика болды. Практикаға басқа қалаға баратын едім. Практикаға кетпей жатып, ауылға 2 күнге баратынды ескертпек болдым. Ол кезде ұялы телефон деген дүние жоқ. Поштаға тапсырыс айтып барып сөйлесесің. Қаншама кезек күтетін едік. Солай ауылдағы Арманмен сөйлестім. Практикаға кететін болдым. 2 күнге ауылға баратынымды ескерттім. Арман, жарайды, деп үнсіз қалды. Сол сәтте жаңағы қаладағы мені ұнататын жігіт те маған, саған мамыр айында құда түс барамыз дейді. Бірақ мен елемедім. Ол баланы ұнатпайтынмын. Көңілім тек Арманда еді. Сонымен не керек, ауылға бардым 1-2 күнге. Кешкісін Арман кездесуге шақырды. Мен де шықтым, ойымда түк жоқ. Сөйтіп тұрғанда Арман маған айтады. Перизат, жүрші, бір жерге барып отырайық дейді. Машина деген ол кезде көп адамда жоқ еді ғой. Заман сондай болатын. Люккабай деген машиналары болатын, ескілеу келген. Соған отырып алып шықтық. Жолдан сыныптасылдар отырып жатыр. Таңданып қоям, не болды екен деп. Сұрасам, әр нәрсені айтады. Шамалы уақытта бипылдатып бір үйге алып келді. Жүрегім тарсылдап, аузыма тығылды. Көлікті ашып, маған орамал салып жатыр. Мен түспеймін, салдыртпаймын деп түспей отырмын. Ауыл адамдары, жеңгелерім қойсын ба? Жұлқылап, улап-шулап түсіріп алды мені. Үйге кіргізді. Енем жарықтық орамал саламын деп жатыр. Мен айтамын. Мен тақпаймын орамал, әлі менің оқуым бар ғой, деп шырпыр боламын. Сөйтіп отырғанда ағам мен жеңгем келді, соңымнан қуып. Ағамның айтқаны ғой сонда. Перизат, сен қанша күт,
Қанша сағат күтсең де күтемін. Ойланып шешім қабылда. Маған өзіңнің қалауыңды айт. Бұлай қарап байқасам, қалғың жоғал бұл үйде, дейді. Ағамның мойнынан тас қылып құшақтап аламын. Еске дейін бірге барамын да, ары қарай кетпей қайтадан төргі бөлмеге кіремін. Аға деген қарындасының қамқоры қолдаушысы емес пе? Ағамның мойнына асылып тағы еске дейін барамын да, қайтадан кері қайтамын. Ой деген жүйрік қой сонда. Мен қайтып барсам, әке шешеме ұят болады ғой, деймін. Сол екі ортада қалың ойға түсіп. Арман да жаман бала емес. Қош, сонымен қалатын болдым. Шыны керек қой, келін болып түскен жерім мені онша жақтырмағандай. Барлығы басқаша. Маған өзге көз қараспен қарап жүр. Ол кісілер мені жүкті аяқ болып қалды деп ойласа керек. Оның үстіне бала да бір күнде үйленемін деп асығыстықпен алып келген ғой. Осы әрекеттер де маған салқын қарауға себеп болғандай. Ауылда бір апта жүрдім де оқуыма кететін болдым қалаға, Атырауға. Арман мені шығарып салып, қалаға дейін әкеліп орналастырып кетті. 3 ай уақыт өтіп, демалысқа шығып ауылыма жолға шықтым. Жанымда жолдас қызым бар. Ауылға келіп пойыздан түсіп жатсам, Арман келген екен мені алып кетуге. Сонда мен жолдасыма, жоқ, мен өз үйіме барамын деп, онымен ілеспей әке шешемнің үйіне келдім бірінші. Шай ішіп болған соң, анам маған келіп, Перизат, әкең маған ұрсып жатыр. Ол тұрмыс құрған қыз. Бұл үйге неге келеді? Бізді қара бет қылғысы келді ме? Өз үй тұрғанда мұнда келгені несі? Сол үйге барып сосын-ақ келер еді ғой, деп ренжіп айтқан әкемнің сөзін жеткізді маған. Ол кезде әке деген шешесі арқылы айтатын қызына, тіке бізге сөйлемейтін. Содан соң жолдас қызымды алып, өз аяғымен Арманның үйіне келдім. Үйге келіп, дарбазаны ашып кірген бетімде атам шықты алдымнан. Әкем мен шешемнің құлағыма құйған өсиеті бар еді. Қызым, бізді қандай көресің, ата-енеңді де сондай көр. Бізді қалай жақсы көресің, ата-енеңді де солай жақсы көр, деп үнемі айтып отыратын. Атам қатал мінезді кісі болатын. Ойымда түк жоқ, өз әкеме ұқсатып, атамды құшақтап, бетінен сүйдім амандасып. Сонда атам тұрып, енді қалғаны келіннің бетімізден сүйген еді, деді. Ал керек болса, жүрегіме тас болып қадалды. Көңілім жабырқап қалды. Үйге кіріп алып өкінейін, ұят болды-ау деймін. Сонымен не керек, келіндік өмірім басталды. Ере келген құрбымда 2-3 күннен соң өз ауылына қайтты. Келіндік міндетімді атқарып жүріп, уақытта өтіп кетіпті. 1 ай уақыт өткен соң оқуға кететін болдым. Өзім әлі бала болғанымнан болар, құрсақ көтергенімді білмеппін. Ата-енем обалына не керек, оқуыма қарсы болмады. Жолға шығып, қайтадан қалаға келдім оқуға. Оқуда жүріп тағы да 1 ай уақыт өткен соң жүкті болғанымды білдім. Білгенім сол, етегім жасқа толып әбден жыладым. Білмеймін неге жылағанымды. Балалық болар бәлкім. Сонымен гинекологқа барып көріндім. Алдына келгенім сол, тағы да жылаймын ғой. Орыс кісі болатын дәрігерім. Неге жылайсың? Босанғың келмей ме? Дейді. Мен басымда изеймін үнсіз. Жақсы дейді. Ертең кел, жарай ма? Тағы біраз ойлан, деп мені арқамнан қағып шығарып салды. Жатақханама келдім. Жылап тағы да таңды атырдым. Ауруханаға қайта келдім. Келсем алдымда кезек көп, күтіп отырдым біраз. Әйтеуір сол сәтте жегім келіп, барып жеп келе қояйын, кезекте кеп қалған болатын. Оған дейін деп шығып кеттім. Колбаса мен булочкамды алып, саябаққа келіп жеп отырып ойландым әбден. Қарным тойып жеп болған соң көңілім орныққандай болып, қайтадан жатақханама келдім. Өз-өзімді түсінбеймін. Жолдасымды жек көре бастадым. Соның әсеріма жанымдағы қыздарды да жек көрдім. Адам көргім келмейді. Теріс қарап жатамын, олар ұйқыға кеткенше. Қыздар 11-де жатады. Олар ұйқыға кеткенде мен тұрамын орнымнан. Тамақ істеп ішіп алам. Істемесем әр нәрсені шұқып жей саламын. Одан соң сабағымды оқимын. Бір күні ауылдан хабар келді. Жолдасым Арманды әскерге шығарған екен. Хабарды естіп ауылға бірден жөнелдім. Онсыз да жолдасыма деген жек көру сезімі пайда болды емес пе? Әскерге кетемін дегенін тіптен ұната қоймадым. Жібергім келмей. Әскерге бармасаң болмай ма, деймін. Ол болса, жоқ дейді. Сонымен не керек, уақытым болса да шығарып салуға қалмай, оқуым тығыз деп айтып жолға пойызбен шығып кеттім. Себебі сол мені тастап кетіп бара жатқандығы еді. Ол заманда әскерге 2 жылға баратын еді ғой. Ол кез топ-тура сол 1986 жылдар еді. Қып-қызыл қырғын көтерілістің орнын алып жатқан кезі. Арманда әскери борышын өтеуге
Мәскеу қаласына алып кетті. Қонаев атамыз орнынан түсіп, Колвиннің басшылық заманы орнап жатыр. Сонымен не керек, келер жылы оқу бітіремін деген кезде наурыз айында ауылға келдім. Келесі айда тұңғышым қызымды босанып алдым. Жолдасым жоқ үйде. Жүру де маған оңай болмады. Қыз күнімдегі еркіндіктің дәмін өгейсінген маған ол үйдің адамдары мені жақсы қабылдамайды деп ойладым. Әлде солай көрінетін маған. Ауылға барып қызымды босанған соң 2 апта өтер өтпес қайын атам ақтық сапарына кетті. Мен босанған шақта менімен қатарласа босанған абысыным баласы жасына толмай жатып жұмысқа шығып кетті. Мұны көріп мен де жұмысқа шықтым қалмайын деп. Кішкентай қызымды тастап кетіп жұмысқа шықтым. Сонымен не керек, 6 ай сайын Арман демалысқа үйге келеді. Мен сөйлеймін жаңағы. Неге келе бересің? Мен де барайын деген едім, қызымды ертіп. Сөйтіп жүріп, Арман да 3 рет келді. Жолдасым келген соң, енем жиып жүрген ақшаңды бер, өзі келді ғой дейтұғын. Атамыздың асын бердік, жылға жуық уақыт өтті. Бір күні қызым қатты ауырды. Солай жиі қайталанып ауыра берді. 3,5 жасқа келгенше ауруы қайталана берді. Жолдасым Арманның да әскердегі борышының уақыты бітіп, үйге аман есен оралды. Қайын әпкелерім тұрмыста болды. Бәрі өз-өзімен. Мен түскеннен кейін 3 жылдан соң абысынымды бөлек шығарды. Солай жылжып уақыт өте берді. Жалғыз қайным да келін әкелді, шүкір. Келінімнің жұмысы абысыныммен бір жерде екен. Екеуі бір жерде жұмыс жасаған соң ба ым-жымдары бір болды. Мен шеттетіліп қала беретінмін. Әй, сонымен мен де сыйымды кетірмейін деп ұрыспауға тырыстым. Тұңғышымнан соң Алла беріп тағы да құрсақ көтеріп қыз бала босанып алдым. Келініммен бір шаңырақ астында 3 жылдай уақыт тұрдық. Сол аралықта келінімнің көрсетпеген құйдырқы істері қалмады. Сонда да перизат қой деп өзімді тоқтатып, не де болса көнейін, ақылмен жеңейін деп соған тырыстым. Бір күні шай үстінде енем, қайыным мен бізге біреуің бөлек шығасыңдар деді. Мен бірден біз қаламыз дедім. Сонда енем жарықтық. Жоқ, перизат, сен пысықсың. Мына келінім бостау, қолымда қалып бәріне баптаймын деді. Келінім жылап, сиыр сауа алмаймын, не істеймін дегенде енем, тәйт, перизат 2-3 күн үйретіп кетеді деді. Сонымен үй қарап бастадық. Сонда абысыным өңшен, тапал, құлайын деп тұрған үйлерді көрсетеді екен. Арман келіспей еңсесі биік үй аламын деп көнбей, өзі дұрыстау үй тапты. Сол үйге бөлек шықтық. Бұл жаққа келмей тұрып келініме 2-3 күн сиыр сауды, басқа тірліктерді істеуді үйретіп кеттім. Екеуіміз жабылып біздің алған үйді ақтадық. Бірлесіп үй үшін реттеп көштік. Осы уақытты пайдаланып, келінімен жақын болып алдым. Обалына не керек, келінім әке-шешеден ерте қалған, мінезі жұмсақ болды. Бөлек шыққан соң топ-тұра 3 айдан кейін қатты ауырдым. Сөйтсем, женский жағым ауырған екен. Дәрігерлер маткамды алып тастады. Уақыт өте берді, күндер зырғып. 2 қызбен қалдым ғой. Сол кезде елдердің ұл тумады деген әңгімелерін естіп қаламын. Бірақ бетіме келіп ешқайсысы айтпады. Көңіліме қараған болар. Содан маған қиынға соқса да Арманға. Арман, соңынан ұрпақ болсын. Мен ешқанда ренжімеймін. 2-ші әйел, яғни тоқал ал дедім. Перизат, не айтып отырсың? Сені мектеп кезден ұнаттым, әлі де ұнатамын. Сенен өзге ешкім қажет емес. Осы 2 қызым аман болсын. Бұларды 10 ұл берсе де айырбастамаймын. 2-ші бұл әңгіме қозғама, деп мені тыйып тастады. Тұңғышым Зарина қайтадан ауырып қалып жүрді. Апармаған жеріміз қалмайтын. Ішімнен жолдасыма риза болдым. Менің қайта отбасын құр, мені 2 қызбен амалдап күн кеше беремін деп 1-2 мәрте айтқанымда, қанша рет айтсам да менің бетімді сонша рет қайтарды. Соңында, Перизат, сені бала кезімнен жақсы көрдім. Қолым өзіңе зорға жетті. Енді бізді тастап кетіп, басқа үй құр дейсің бе? Мұны не сенің? Енді қайталамашы, өтінемін. Деп соңғы рет тағы да маған осылай жауап берді. Одан кейін бұл тақырыпты қозғамадым. Заринамыз қайта-қайта ауыра берді. Қаражат керек қой, үй болған соң. Күйеуім осындағы жұмысын тастап, шет жаққа жұмысқа кетті. Уақыт демде екен ғой, арада қанша жыл өтті. Заринам бірде ауырып қалса, бірде дұрыс болып қалады. Күндеріміз осылай бір-біріне ұқсап өте берді. Арада 20 жылдан астам уақыт өтті. Арман сол сырттағы жұмысын жалғастырып, келіп кетіп жүрді. Сыртта жүрсе де, ешқандай артық қылығын көрмедім. Қыздарымның алды бұл уақытта студент атанып жатты. Енеміз болса ауырып қалған еді. Төсек тартып біраз жатқан болатын. Шүкір, уақыт өте келе 3 абысын бір үйдің қызындай тату болдық. Үшеуміз де көрегенді, өсіп өнген елдің қызымыз ғой. Балалықпен бір-бірімізге қырын қарасақ та, кейін тату болдық.
енемізді үшеуміз жабылып жуындырамыз. Өзім бойшаң қыз едім. Мен енемді қолтықтап көтеріп тұрамын. Келінім жуындырып тұрса, абысының суын құйып тұратын. Үшеуміздің үйіміздегі тірлікті бірлесе атқарып, абысын тату болса аз көп екеніне дәлел болып жүрдік. Біраз уақыттан соң енем жарықтық дүние салды. Кетер уағында бәрімізге ақ батасын беріп, өсиет сөздермен алғысын айтып кетті. Кешірімін де сұрады. Сендерге разымын, өсіп өніңдер деп батасында берген қайран енем. Неге кешірім сұрағанын білмеймін. Ажал аузында жатқанда ана дүниеге таза болып барғысы келген болар. Пендемін ғой, ренжісем кешіріңдер дедім екен. Абысының екеуміздің үй жайымыз бөлек, келінім қолда қалған. Қыздарымды жоғарғы оқу орынға түсірген кездегі бақытты тілмен жеткізіп айта алсамшы. Екі қызымның да бойлары сүйріктей. Ақ құба өңді бір қызым, біреуі қара торы, реңдері әдемше келген. Екі қызымды әкесі екеуміз ештеңеден тарықтырмадық. Қолдарына да, саусақтарына да тақтық. Өзгелер кимеген киімді киді. Заманының бар жақсысын екеуіне бердік. Сонда қайын апаларым әкесі жақсы табады деп, менің қыздарыма ештеңе әкелмейтін. Абысыным мен келінімнің бала-шағаларына үйіп төгіп әкелетін. Мейлі-ау, әкесі әкелсін, қызғанбаймын ғой. Тек бөліп жаратындарын түсінбейтін едім. Соған шыдамай мен де барып айтарымды айтып кетемін. Ішімде қалдырмаймын. Тік мінездімін ғой. Шыдай алмай барып ұрсып кететімін. Содан олар мені ұнатпайтын. Заман да өзгерді ғой бертін келе. Оқуларын аяқтап қыздарым тұрмыс құрды. Кіші қызым, үлкен қызым тұрмыс құрған соң, бір жылдан соң тұрмыс құрды. Алыс елге тұрмысқа шықты. Күйеу балам да, құда-құдағиым да жақсы жандардан болып шықты. Хадиям, кіші қызым, пысық болды. Барған еліне бірден сіңіп кетті. Ана жүрегім езіліп, егіліп, осы Заринамның ауырып қала беретіне ем қонбай қойғанына көңілім түсетін. Апармаған жеріміз қалмады. Емдетеміз, дұрыстау болып жүреді. Кейін қайта ауырып қалып жүрді. Заринам жақын жерге тұрмысқа шықты. 23 жасында. Қызымның ауыратынын біліп алды. Қызым эпилепсиямен ауырды. Айлық белгісі келгенде ауырады, тек түнде. Ал күнді жақсы жүреді. Заринамның артынан дүниесін апардық. Тіпті пәтеріне дейін алып берді әкесі. Құдағиым пәтерді сатқысы келді ма, сондай жағдайлары болды. Қарызға кірген деп естідік. Соны жапқысы келді ма білмедім. Оған үндемедім. Пәтері құрсын, бақытты болса болды деп көз жұмдым. Арада көп уақыт өтпей қызым қоңырау шалып: "Мама, маған ақша керек. Мұқтаждық айлық белгіге керек қажетті заттарымды аламын" деп. "Тек носкидің арасына салып жіберіңізші, мама" дейді. Сонымен не керек, пойыздан салып жібердім. Бір келіншектен жерлес болатын. Күтіп алғанда қызым қоңырау шалып: "Мама, алдым, күйеу бала білмейді, рахмет" деп айтып жатыр. Заттарын апарып берген келіншектің үйге келгендегі айтқаны: "Күйеу балаңыз ұнамады, түрі біртүрлі наркомандарға ұқсайды" деп бір ескертпе жасап айтып қойды. Сонымен не керек, артынша 2-3 айдан соң енесі қызымды ертіп алып келіпті. Қызымның беті жырылған, көгерген, жараланып дымы қалмаған. "Құдағиым, қыздарыңыз біздің қолымызда жүріп өліп қалар. Біз қызыңызбен бірге тұра алмаймыз. Бір жерлерге апарған едім, түбі жазылмайды екен" деп бірдеңелерді айтып кетті. Қызымды алдап алып келіпті. Сонда да өз-өзімді тежедім. Ашу қысса да қатты айғай шу шығармайын, артын ойлайын, жақсы болып кетер. Ерлі зайыптының ортасында бір нәрсе болған болар, мүмкін ауырып құлап қалған болар деп. Көз жасын төгіп жылап отырған Заринама: "Қызым, жаным, қоя ғой, сен жылама. Сенің тырнағыңа татымайтын жандар үшін неге жылайсың?" деп оны да жұбатып қоямын. Алғашқы некесі сәтсіз болды қызымның. Алла қалауы осы болар, не істейміз? Кіші қызыма, жалпы қыздарым тұрмыста кезде айтамын: "Қыздарым, Құдай берсе туа беріңдер. Мен балаға тоймадым. Ең болмаса сендер көп балалы болыңдар. Оның жаманы жоқ" деп. Сөйтсем қыздарым: "Мамау, бізді завод дейсіз бе? Демалып алайық та сәл" деп күледі. Қазақта бала санын айтпайды ғой. Шүкір, Хадиямның бала-шағасын бағып беріп жүрдім. Кішкене кезінде әкеліп тастайды. Өз қолдары ауыздарына жеткенде беріп жіберемін өздеріне. Ана деген осындай болады екен. Өзінің көрмеген нәрсесін қыздары, ұлдары көрсе деп тілейді екен. Өзім енемнен, қайын жұртымнан көп жақсылықта көрмедім. Бірақ ол кісілерді жаман деп жамандап айтқым да келмейді. Сол қыздарымның жақсы жерге баруын қалап, күндіз түні тілейтін едім ғой. Заринам жазылып кетсе деп өмірі араламайтын әулиелі жерлерді араладық. Несін сұрайсыз, апармаған жерім, елім қалмады. Көрсетпеген дәрігерім жоқ.
Бірде жақсы болып қалса, бәріміз қуанып кетеміз. Кейде ауырып қалса, жүрегім қарсы айрылып кете жаздап зорға жүремін. Бұл жалғанда бауыр еті балаңның азапталып, ауырғанын кім қалайды? Ешкім де. Етегім жасқа толып, қош жанарымның жаңбыры тоқтамай, бар уайымым осы қызым болды. Шіркін-ай, сауып кетсе екен деп, Алладан шипа тіледік. Сөйтіп күндер өте берді. Заринам бірінші некесі сәтсіз болды. Содан кейін қызыма айтамын. Айналайын, көкем, балалы болсаң, мүмкін ауруың қап кетер. Көрсеңші, болмаса тұрмысқа шығып көрсеңші деймін. Мама, сіз маған ондай тәрбие бермегенсіз. Жолдан туып алатын тәрбие алмадым. Олай жасамаймын. Алла сәтін салғанда болар, дейді. Анасың ғой, бәрібір уайымдап тұрасың. Ішім қылпылдайды. Құдайым-ау, бір дұрыс адам кездесіп, етегінен ұстап, бақытты болып кетсе ғой деп тілеймін. Күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылдым. Түнімен егіліп жылап, ауруы қысып ауырған кезде, жанымды қоярға жер таппай, дедектеп кетемін. Алла бұл қасіретті ешкімнің басына салмасын. Құдайым-ау, баламды ауыртқанша мені неге ауыртпайсың? Балама тиме, маған бер ауруды, деп жылаймын. Әкесі түзде жұмыста. Үйге келеді, ботасының қиналғанын көріп, ол да азарда безер болады. Әйтеуір арманның жұмысы жақсы болып, қаражат жағынан ешқандай қиналмадық. Содан бір күні қызым емделіп жүргенде, поликлиникада бұған бір апайдың көзі түседі. Өзің жап-жақсы қыз екенсің деп. Заринаның сөзін